Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге қосылып видео арнасы. Бүгінгі біздің видеомыз қаншелдер және адам жегіш адамдар жайлы болады. Ал біз видеоға кеттік. Соңғы жылдары ғаламторда қытайлардың жейтін тамағы, оны дайындау әдістері туралы неше түрлі жеркенішті де қорқынышты видеолар көріп жүрміз. Қытайлар азғындаған дейміз. Иә, жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды. Қытайдың байлары баяғыда ақ нәресте баланың етін жеңсік асқа айналдырған дегенге біреу сенсе, біреу сенбес. Қытайда болған оқиға. Шамамен 30-40 жас аралығындағы ер азамат және оның әйелі кішкентай нәрестелерін жемекші болады. Түнде нәрестелер ұйықтап жатқан кезде күйеуі барып оны ұйқысынан оятып жіберіп, көтеріп алып қазан жаққа әкеледі. Қазанға су құйып оны қайнатады. Қайнаған суға баланы салады. Бала әбден қайнайды. Сосын оны алып турап екеуі жей бастайды. Әйелі екеуі оны жейді. Және де өздерін бірге жеу үшін достарын да бірге шақырады. Бәрі кішкене нәрестені қосылып жейді. Адам өлтіруші қаншелдер, адам жегіштер, барлығы сұмдық қылмыс жасағандар, адам деп атауға ауыз бармайтын тіршілік иелері әлемде. Психологтардың айтуынша қаншелдер психологиялық ауытқуға ұшыраған адамдар, жастайынан белгілі бір зорлық-зомбылыққа душар болған, қатыгездік көріп өскендер. Қаншер клоун. 1994 жылы клоун лақап аты қаншер өлім жазасына екпе егу арқылы қайтыс болды. Оның шын есімі Джон Вейн Гейси. Бұл маньяк балалардың мереке кештеріне жұмыс істеп, сол жерде балалар көз тастап отырған 33 баланы зорлап өлтірген. Олардың 27-сі қылмыскердің жертөлесінде табылса, қалғандары суға батып өлтірілген. Индонезиялық Ахмад Сураджи. Ахмад Сураджи индонезиялық маньяк 42 әйелді өлтірген. Барлығын бірдей тәсілмен жерге көміп тиққаннан басын қылдырғанда, қылғындырған азаптанған әйелдің аузынан ақтың сілекейі шығып отырған. 2008 жылы ату жазасына кесілген. Путрашитель лақап атымен белгілі Андрей Чикатило. Посткеңестік кезеңдегі ең жауыз қаншер аталған. Оның қолынан 12 жылда 52 адам қаза тапқан. 1994 жылы атылды. Николай Джумағалиев. Ол адам жегіш қандықол қылмыскерлердің ішіндегі ең атақтысы десе қателеспейміз. 1990 жылы Алматыда тұрған жұмыс істеген 47 адамды өлтірсе де, тек оны ғана дәлелденген. Жұмағалиевтің өзі 50-ге жоқ жезөкшелік жегенін мойындаған. Олардың етінен тамақ әзірлеп, достарына да осы тамақты берген. 8 жылға ауруханаға емделуге жіберілді. Алайда кейіннен қылмыскер бостандыққа шыққан. Иссе Сигава. Жапонда адам жегіш жастайынан дұрыс қалыптаспай толықтай жетілмеген, өзінің әрекеттерімен дәлелдей бастаған. Студент шағында өзінің курстасқысын үйіне шақырғанда атып өлтірген. Одан соң 2 күн бойы оның етін жеген, 2 жылға бас бостандығынан айырылған. Ол кейіннен ауруханаға жатқызылды. Кейіннен Сагава ақыл есі дұрыс деп танылып бостандыққа шығады. Арада біраз уақыт өткен соң ол жастағандық сыншыға айналады. Бүгінде ол кітап жазып сұхбат беріп танымал тұлғаға айналды. Қаншерлер туралы айтқандар әдетте ер адамдардың елестетеміз, алайда тарихта қалған. Жесір әйел. 19 ғасыр мен 20 ғасыр аралығында өмір сүрген бұл әйел өзінің жақындары мен туысқандарын ойдан екі аттандырған. Оның қолынан бірнеше күйеулері мен балалары қаза тапқан. Джейн Топан. Медбике қызметінде болған. Джейн Топан өзінің емдеушілерін өлтірген. Балалар үйінен шыққан. Ол жоқсыздықта өмір сүрген. Әкесі де ауру болған. Адамдарға есірткі салып өлтіретін болған. Осыдан ләззат алатынын мойындаған. Сараптамада Джейннің ақыл есі дұрыс еместігі дәлелденген. Қанды графиня.
Элизабет Батори қолынан 650 адам өлген. Аңыздарға сенсек, ол өзінің құрбандарының қанына шомылған екен. Өмір бойы жас болып қалғысы келген. Ол тек қыздарды өлтірген. Аталған қанішерлердің барлығы өмірде болған. Біз тыныс алған ауамен олар да тыныстанған. Бүгінгі күнде қанішерлер, маньяктар, адамдар өлтіретін жауыздар өте көп. Олардың бірін білсек, бірін білмейміз. Әрине, көпшілік қандықолдарының психологиялық ауру екенінде еш күмән жоқ. Алайда кейбіреулері осы қылмыстардың барлығына өзінің жеке басының қажеттілігін мен ләззаты үшін жасағандары ұсталған. Ал осы видео аяқталды. Видеоны лайк басып арнаған